Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Alipay'ге қалай тіркелу керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен Play Marketке немесе App Store'ға кіреміз. Кірген соң осы жерге жазамыз Alipay деп. Сосын осы жерде тұрған екінші осылай Alipay деп тұрады ғой. Осыны жүктеп аламыз. Жүктелгенін күтетін боламыз. Егер сіздерде Android болса, ол кезде Play Market'тен жүктеп аласыз. Достар, жүктелген көптеген пайдалы күтеміз. ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірнеше минут алуы мүмкін, бұл әр кезде әртүрлі болады. Осыны жүктейміз. Сіздер Alipay'ге тіркелу арқылы Taobao 1688 деген сайттардан оңай төлем жасай аласыздар. Негізі осы Alipay'ге тіркеліп алғандарыңыз өздеріңізге жақсы. Қазір бізде жүктеліп жатыр әлі. Жүктелген толығымен күтеміз. Міне бізде жүктелді Alipay. Енді осыны ашатын боламыз. Басамыз осы кнопканы. Сосын осы жерде Agree деген батырманы басамыз. Разрешить етеміз. Мына жерден Қазақстан деген тауып аламыз. Мына жоғарғы жағына Каз деп жазсаңыз, Қазақстан деп шығады өзі. Осыны басамыз. Мына жерге Alipay'ге бұрын соңды тіркелмеген номер жазамыз. Өзіңіздің номеріңіз болу керек. Қазір сізде қолданыста болған номер болу керек. Мысалға мен мына жерге қазір өз номерімді жазамын. Ары қарай Next дегенді басамыз. Тағы да Agree дегенді басамыз. Осы жерде осындай батырма шығады. Үстінен басамыз, бұның тек қана болды. Басқа ештеңе істемейміз. Осындай шығатын болады. Жаңағы кнопканы басқаннан кейін сізге номеріңізге код келеді, сообщениеге. Соны жазамыз. Басып тұрасыздар жаңағы жерді ше. Қолмен бас дейді ғой, сол жерді басып тұрасыздар. Өзі кішкене бір 2 секундта вибрация болады. Содан кейін ары қарай өтеді. Сіз оны бір рет бассаңыз өтпей қалуы мүмкін кейбір жағдайларда. Мына жерден басамыз Қазақстан дегенді келесі бетте. Мына кезде де екіншісін басамыз. Міне сіз Alipay'ге тіркелдіңіз. Енді бұған Каспи картамыз тіркеміз. Аккаунт деп тұр ғой төменгі жағында. Осыны басамыз. Осы жерден банк картасы деп тұр. Сол бөлімге өтеміз, осы бөлімге. Сосын мына жерге осы ұмытып қалмайсыз, осы жерге 6 сандық код жазасыз. Оны өзіңіздің есіңізге сақтап аласыз. Егер сіз төлем жасайтын кезде соны енгізетін боласыз. Бұны иініңіздің бас жағындағы санда немесе басқа да бір сандарды жазасыз. Ұмытып қалмаңыз бірақ. Мен мысалға қойдым. Жаңағы сандарды қайтадан қайталайтын боламыз. Add-on дегенді басамыз. Содан соң осы жерге Каспи картаңыздың немесе басқа төлем жасайтын картаңыздың номерін жазасыз. Немесе мына жерден скан дегенді бассаңыз, өзі картаңызды қоясыз. Разрешить етесіз. Картаңызды қойған кезде ол автоматически сканировать етеді. Міне осылай сканировать етеміз. Бізде шығады номері. Келесі айды жазамыз мына жерге.
Ең соңына картаның соңғы жағындағы 3 санды жазатын боламыз. Келесі мына жердегі көк батырманы басамыз. Міне осылай сіз сәтті тіркелген боласыз картаңызды. Сосын соңында ОК деген батырманы басамыз. Міне осылай тіркелдіңіз. Бізде Alipay қазір ағылшын тілінде тұр ғой. Егер сіздерде ағылшын тілі ыңғайсыз болса, орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Ол үшін осы аккаунт деген бөлімге кіреміз төменгі жағынан. Содан соң жоғарғы жағында настройка бөліміне басамыз. Келесі бізде мына жерде генерал деп тұр ғой. Осыны басамыз. Басқаннан кейін екінші тұрған бөлімді өтеміз. Осы екінші тұрған бөлімге басқаннан кейін бізде мына жерде қай тіл ыңғайлы сізге сол тілмен ауыстырсаңыз болады сол тілге. Мысалы, русский деп қоямыз. Сосын мынаны басамыз. Жоғарғы жағындағы. Міне дайын. Бізде орыс тіліне ауысты. Осылай өзіңізге ыңғайлы етіп алуыңызға болады. Alipay парақшамызға енді загранпаспортымызды тіркейміз. Ол үшін біз мына жерде настройка бөліміне кіреміз. Account and security деп тұрғанға басамыз. Одан кейін міне қызыл нүкте болып жанып тұрған осының үстін басамыз. Осыған кіргеннен кейін бізде осылай загрузкадан кейін міне осылай шығады. Және осының бәрін толтырамыз. Яғни Қазақстан паспортыдан кейін мына жерде паспортымызды фотоға түсіреміз де, и дальше мына жақтың бәрін паспортымыздағы не жазылған болып тұрса, соның бәрімен жазып шығамыз паспортты. Осылай егер галереяңыз болса, галереяңызбен, болмаса бүйтіп паспортыңызды қолыңызда ұстап тұрып скан жасайсыз. Міне біз осылай скан жасағаннан кейін сіздің бүкіл данныйыңыз осылай өзі автоматом шығады. И осы көк батырманы басасыз, submit дегенді басасыз. Дальше осылай шығады. Загранпаспортта сіз өзіңіздікін тіркеңіз, басқа біреудікі болмайды. Міндетті түрде өзіңіздікі болу керек. И сіздер осылай тіркеп болғаннан кейін сіздерде осы бет шығады, яғни көбінесе мына жерде екіншісінде оранжевый болып бір точка тұруы мүмкін. Ол үшін соның үстінен басып, мына жерді толтырып шығасыз. Енді дегенге өзіңіздің жұмысыңызды, кейін мына жерде регионға Қазақстан, мына жақта паспорттың данныйлары тұруы мүмкін. Одан кейін мынау тұрған жерге отзыв дегенде жазасыздар. Келесі адрес дегенге өзіңіздің қалаңызды жазасыз. Болды. Сонымен бізде паспортымыз, загранпаспортымыз, яғни толығымен тіркелді деген сөз болады.